20 мың Күлікбаев кіріп келсе Қазақстанға не болады? 2011 жылғы Тараз оқиғасы. Мысалға, терроризм деген түсінік біздің ішкі істер министрлігінің артын жабатын қылмыстық бап болды. Мен оған бір-екі мысал келтірейін. Мысалға, өзінің осал жерін көрсетпес үшін бәрін терроризмге жаба салу бұл дәстүрге айналды. 2011 жылғы Тараз оқиғасы. Бір ғана адам жаңағы таңертең 2 КМ-шін толтырады. Содан кейін барып полицияға барады. Ол өзі атқыштар отрядында болған, иә? Жақсы. Бұны жауап салды. Түсіндік. 2016 жылғы Алматы оқиғасы. Күлікбаев. Бірақ Күлікбаев ол және дайындалған террорист емес. Мен оған сенбеймін террорист екендігін. Терроризм деген баптың өзін оқып көріңізші. Терроризм деген не? Жарылыс жасау, өрт қою, адам өлтіру дейді ғой, ол әрекеттері. Ал мақсаты мынандай болады. Халықты үрейлендіру, қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, мемлекеттік органды бірдеңеге мәжбүрлеу, немесе қоғамдық ұйымдарды бірдемеге мәжбүрлеу, немесе одан бас тартқызу. Ондай мақсатты көздеді. Ең бастысы өзінің бір жеке идеологиялық өзінің көзқарасы. Иә, ондай болған жоқ. Бұл жерде жеке бас әңгімесі еді. Жеке бас әңгімесі. Әйтпесе ол Алмалы аудандық полиция бөлімінің 2-ші этажына кіріп біреуді іздемейтін еді, қолына автомат ұстап алып. Ресми мәлімет. Ал 2-ші этажында Алмалы ауданында іздеп жүрген, қолына автомат ұстап алып. Демек біреуді іздеп жүр, нақты біреуді. Енді қараңыз. Ол тіпті дайындалмаған террорист. Террорист деп есептейікші, тырнақшаның ішінде. 20 мың Күлікбаев кіріп келсе Қазақстанға не болады? Бір ғана Күлікбаев Алматыны 3 күн аяғынан тік тұрғызды, солай ғой. Бірнеше адам өлді. Иманды болсын. Олардың кінәсі жоқ қой, бірақ дегенмен Күлікбаевты терроризм бабымен айтыру бірдеңе қылып жапты. Неге? Өйткені терроризм демесе, бүкіл ішкі істер министрлігінің жыртық жерінің барлығы ашылып қалатын бұл халыққа. Сондықтан сол кездегі министр Қасымов бұл терроризм ойбай деп қалтасынан жаңағы не тауып алған, сүре тауып алған, ол оның алдында ғана бір жезөкшені өлтіруге байланысты Алмалы ауданында тергеуде болған. Террорист, діни террорист, вахабист, былай қарасаңыз тырнақшаның ішіндегі бір жезөкшені өлтіреді. Жезөкшемен байланысы бар. Ойлап көріңізші, логикаға түк сәйкес келмейтін әрекеттерді алды бізге әкеп берді. Енді осы жолы терроризмнің жайы қалды ғой, 20 мың террорист әкеп кіргізіп жүрді. Сондықтан қазір 20 мың террорист деп әлде соны тықақтай беретін болса, халықтың ішіндегі әлгі қыжылы қалып қояды. Қазақтар өзі сотқа барғанның өзінде жеңу үшін бармаған, жеңілу үшін бармаған, жеңілдеу үшін барған ғой. Айтылса болды, уф деп жеңілдейді. Айтылмай қалды ма, ішінде дық қалып қояды. Сондықтан олай болмас үшін қазір президентімізден бастап айтсын. Міне мынау адамдар мәлімет дұрыс бермепті. 20 мың емес екен. 20 мың емес, 10 мың адамның Украинаға кіргенде не болғанын көріп тұрмыз. Что касается 20 тысяч, то эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов. Речь шла о всей стране.